Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз араластырмаға қатысты есептер шығарамыз, иә? 425 есептің астында былай деген, біріншісі 1 килограмм 500 грамм дейді. Осыны аралас сан түрінде жаз дейді. Яғни 1 килограмм 500 граммды біз береміз. 1 килограммда 1000 грамм болғандықтан 1 бүтін 1000-нан 500 деп жазамыз. Енді қараңыздар, мұнда 1000 мен 500 қысқарады ғой. Оқтан екеуін қысқартып жіберге. Қысқарады. Екеуі де 500-ге бөлінеді. 500-ді 500-ге бөлсек 1-ден кет, 1000-ды 500-ге бөлсек 2-ден кет. Сонда 1 бүтін 2-ден 1 болады. Келесі, әсін қарайық. Әсінде енді метрмен келтіріледі. Мысалы 1 метр 6 дециметр дейді. 6 дециметр дегеніміз ол 60 сантиметр, сонда 1 метр 60 сантиметр, былай жазған кезде. Ол тең болады, қараңыздар енді. 1 метр 60 сантиметріміз бұл 1 бүтін 100-ден 60 болады. Өткен бізде 1 метрде 100 сантиметр бар. Оқтан 1 бүтін 160 болады. Ол тең болады. 60 пенен 100 қысқарады. Екеуін ең үлкен ортақ бөлімі ол 20 болады. Оқтан 5-ке бөлем, 20-ға бөлем, 100-ді, сонда 5 болады. 60-ды 20-ға бөлсем 3 болады. Сонда 1 бүтін 5-тен 3 деген сан шығады. Келесі, бысынан тағы бір мысал келтірейік. Енді сағатпен дейді. Біздерде 1 сағат 15 минут деген уақыт бөлген, 15 минут. Енді бізде 1 сағатта ол 60 минут бар. Сондықтан біз 15 минутты бүйтеміз. 1 сағат 60-тан 15-те аламыз. 15 пен 60 қысқарады екеуі бір-біріне. 15-ті 15-ке бөлген кезде ол 1 болады. Мұнда 15-ті бөлгенде 4 болады. Тең болады, сонда 1 бүтін 4-тен 1 сағат болып тұр. Мұнда метр болады. Мұнда километр болады. Енді сіздер асын, әсін, басын қалған есептерін сіздер өздеріңіз осылай шығарасыздар. Араты кеттік. Келесі 427 есеп тарайық. Нөмір 427 есеп. Ода былай дейді. Мен мысал ретінде біріншісін көрсетейін. Біріншісінде 17 бөлінген 5 деген санды тең болады дейді. 3 бүтін 5-тен қанша сұрақ қойып тұр. Енді қараңыздар, мына жердегі 17 дегеніміз ол 3-ті 5-ке көбейтіп нешеден қысқан кезде 17-ге тең болады дегенсіз. Яғни бұл жерде 2 болады. Сонда қараңыздар, мына жерге біз 2-ні қоямыз болады. Немесе былай жазуға болады. Қараңыздар, черновикте ойлаңыздар мына жерде. Сол черновикке былай жазуға болады. Бөлшектің 17 ол тең болады 3 көбейтілген 5 қосылған қанша? Немесе x-те осы теңдей шешу керек болады. Сонда 3-дегі 5 15 болады. 17 минус 15 ол тең болады x-ке болады. X тең болады 2-ке болады. Сонда мына жерге бос орында біз бос орынды алып тастаймыз да қазір. Дәптерге жазған кезде тек қана біз нені жазамыз? Мына бос орын бізге керек емес. Тек дәптерге жазған кезде мына жерден екі деп жаза қоямыз. Болды. Дәптерге тек біз осындай түрде ғана жазамыз. Ал мынау біздің черновик, яғни шимай бетімізді. Екіншісін көрейік. Екіншісінде былай дейді. 1 бүтін керісінше араластырсын берген, 1 бүтін 3-тен 2 дейді. Ол тең болады 3-тен қанша болады дейді. Қараңыздар, мына бүтін бөлікті бөліміне көбейтем, 3-ке көбейтем. 1-ді 3-ке көбейткенде 3 болады, 3-ке 2-ні қосам 5 болады. Үйтті ма? Сонда қараңыздар. Мысалы, қандай сан берілсін? Мысалы, 8 бүтін, шимай бетті ойлаңыздар. 8 бүтін 3-тен 2 деген сан берілсе, онда сіздер бетесіңдер. 3 бөлімі соған жарылып болады. 8 жетегі үшін 24 болады. 24-ке 2-ні қосасыңдар. Бірінші былайынан көбейтесіңдер.
содан кейін жоғарысына қосасыңдар. Сонда 8-дегі 3-ім 24, 2-ні қоссақ 26 болады. Сонда 3-тен 26. Осылай шығару керексіздер. Сіздерде яғни қалған есептердің барлығында мына екіншісінде осындай процесс жүріп отырады. Ал бірінші есебінде мынадай процесспен есептеп отырасыздар. Егер білмеген жағдайда.